Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ болатын асқабақтан жасалған пюре жасаймыз. Ең алдымен асқабақты екіге бөліп аламыз. Ішіндегі дәнін жақсылап тазалап тастаймыз. Дәнінің өзін қолдануға болады. Жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Асқабақ өте пайдалы және өте дәруменге бай. Осылай тазалап аламыз. Енді асқабақты пергамент қағазын төсеп, духовкада 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Асқабағымыз пісіп шықты. Енді бөлек бір ыдысқа аламыз. Енді қасықтың көмегімен міне осылай ішін асқабағымызды ішін аламыз, сыртынан ажыратамыз. Қасықпен алған ыңғайлы, өте ыстық. Суытып алсаңыздар болады, мен видеоға түсірейін деп тездетіп көрсетіп жатқаным. Жалпы асқабақ туралы бәріңіз білетін шығарсыздар, өте пайдалы, витаминге бай көкөністердің бірі. Осы пюресінен кез келген балаларға берсеңіздер де жұмсақ, жүкті келіншектерге, үлкен кісілерге, немесе пюресінен неше түрлі пирогтар, пирожнилар, маффини, кекстер жасауға, неше түрлі тағамдар жасауға болады. Пюресінің өзінен витаминге бай тағам дедік. Сонымен қатар асқабақтың құрамында кальций, калий, магний, А витамині көздің көруін жақсартады. Және де С витамині, В витамині, В1, В2 витаминдері бар. Бұл асқабақ өте пайдалы. Енді қасықпен осылай езіп аламыз. Не болмаса қазір осылай езсеңіздер де болады. Болмаса мен қазір блендердің көмегімен жақсылап бір келке етіп езіп аламын. Тағы да басқа пайдалы, қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Дайын болып қалды. Пюреміздің түрі әдемі болып, бір келкі болып шығып жатыр. Міне қараңыздар. Жұмсақ. Әсіресе балаларға өте ұнайды. Дәмінің өзі енді ауызда ериді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.